Сәлем балалар. Бүгін біз етістіктің болымды және болымсыз түрлерімен танысамыз. Етістік қимыл әрекетті, іс қозғалысты білдіреді. Қазақ тілінде етістік екі түрлі мағынада қолданылады: болымды және болымсыз. Болымды етістік істің, қимылдың болғанын, жасалғанын білдіреді. Мысалы, келді, жазды, барды, күлді деген сөздер әрекеттің бар екенін көрсетеді. Ал болымсыз етістік қимылдың болмағанын, орындалмағанын білдіреді. Мысалы, келмеді, жазбады, бармады, күлмеді деген сөздер арқылы істің жасалмағаны аңғарылады. Болымсыз етістік болымды етістікке арнайы жұрнақтар жалғау арқылы жасалады. Олар ма, ме, ба, бе, па, пе. Бұл жұрнақтар етістіктің түбіріне жалғанып, әрекеттің жоқ екенін білдіреді. Мысалы, жаз, жазба, күл, күлме, бар, барма, жүр, жүрме, төк, төкпе. Болымды етістік пен болымсыз етістіктің айырмашылығы: біріншісі істің бар екенін, ал екіншісі істің жоқ екенін білдіреді. Сондықтан сөйлемде етістіктің болымды немесе болымсыз түрі қолданылуына қарай ойдың мағынасы да өзгереді.